атам ер түрік, біз қазақ еліміз, Самалтау, Шалқаркөл, Сарыарқа жеріміз. Түркістан екі дүние есігі ғой, Түркістан ер түріктің бесігі ғой, тамаша Түркістандай жерде туған, түріктің тәңір берген несібі ғой. Ертеде Түркістанды Тұран дескен, Тұранда ер түрігім туып өскен, Тұранның тағдыры бар толқымалы, басынан не тамаша күндер кешкен. Тұранның тарихы бар отты желдей, заулаған қалың өрттей аспан көрлей, Тұранның жерменен суда жат, теңіздей терең ауыр ой бергендей. Тарихшылар менің ұлы түркімді, мың ұлт болса атап келді мың түрлі, Іскиф яки сақ дегенде мен болам, Хунда, гунда білдіреді ұрқымды. Десе десін түгел сөздің түбі бір түрікпіз, діні де бір, тілі бір. Бұдан 7 яки 10 мың жылдардан сыр шертеді ұлан байтақ ұлығыр. Ер түріктер, ел ұйтқысы бектерім, жебеушімде сендерсіңдер тек телім. Ергені күн алтай болып қозғаймын, ұлы түрік, ұлы баба өткенін. Өркениетінің заңды жалғасы іспетті 10-11 ғасырлардағы Қарахандар дәуірі кезінде түрік топырағынан шыққан ұлы бабаларымыз, ұлы даналарымыз тағы да өздерінің текті тұқымнан екенін ісімен, ақыл ойымен дәлелдеген алтын ғасыр еді. Бұлардың арасында Махмұд Қашқари мен Жүсіп Хас Қажып Баласағұнның есімдері ерекше аталар еді. Ұлы бабамыз Жүсіп Баласағұнның өмірі туралы мәліметтер мүлдем аз сақталған. Қарахандар әулетінің астанасы Баласағұн шаһарында туған. 1070 жылы 54 жасында өзінің өлмес мұрасы Құтты білік атты дастанын жазып қалдырған. Ұлы бабамыз Жүсіп Баласағұнның 18 айдың ішінде жазған ұлы туындысы Құтты білік дастаны 6220 бәйттен тұрады. Бұл 13.000 өлең жолы, барлығы 85 тарауға бөлінген. Жүсіп Баласағұнның Құтты білігі Құтадгө білік. Бұл кітапта елбасы қандай болу керек, елбегі, оның уәзірі қандай болу керек, ол мемлекеттің бітікшісі, қазынашысы, көпесі, көршісі, баласы, ұлы қызы қандай болу керек, осының барлығын суреттеп береді. Енді бұған қарап, бұл кітаптың сонда мәнісі неде, айтайын деген мағынасы не, ой көркемдік мұраты неде дегенге келетін болсақ, бұл өзі бұрынырақта көп айтылмай жүрген мәселе болатын. Соңғы жылдары кішкене тереңірек қарастыра басталды. Жүсіп Баласағұнның бұл кітабындағы көтерілген мәселе бұл кемел мемлекет және кемел адам мәселесі. Абайда бар ғой енді, Абайда толық адам деп айтылып жүр қазір. Негізі бұл сөздердің барлығының түпкі мәні бұл камали инсани деген сөз. Қысқасы кемел адам. Сонда кемел мемлекет қандай болу керек? Біз әлгі батыстың утопистері деп айтамыз ғой. Томас Мор, Жан-Жак Руссо, Шарль Фурьелер утопистер болды. Олар бір идеал мемлекет, идеал қала тұрғызғысы келді деп сынап жүрдік қой кеше кеңестік заманда. Ал енді осы идеал мемлекет идеясы ол батыстан емес, ең әуелі шығыстан шыққандығы қазір ғылымда дәлелді ғой деп ойлаймын. Мысал үшін біздің жыл санауымыздың бас кезінде, тіпті оның ар жағында мысалы грек ғалымдары, оның бер жағында шығыстың көрнекті алып ғалымдарының бірі Әл-Фараби, оның бер жағында Баласағұн, оның бер жағында қазақтың Сұлтан Махмұты, оның арасында біздің жерүйектеп жүрген, жерүйектіз деген Асан Қайғымыз, Қорқытымыз, осылардың бәрінің идеясы бір арнаға сиятты. Ол кемел мемлекетті іздеу, жерүйекті іздеу, былайша айтқан уақытта халық тілін айтатын болсақ. Платон өзінің Пир деген еңбегінде жазады, Атлантида және Заңдар деген еңбегінде жазады. Сонда бір кемел мемлекетті елестетіп жазады. Оның сыртқы сипаты қандай болу керек, адамдары қандай болу керек.
Сонда Платон айтады екен, мына байлар туралы айтқан кезде, енді қайырымсыз байлар туралы айтатын болу керек. Сонда айтады екен, байларға қарап, сендер мені бақытсыз деп ойлайтын шығарсыңдар, менің бақытсыз болуым мүмкін, бірақ сендердің бақытсыздықтарың бұл анық деп жазған Пердеген еңбегін. Сонда кемел мемлекетте бай кедей деп бөлінбейді, адамдар бәрі бірдей болады дегенді сол Атлантидасында айтады екен. Содан кейін Әл-Фараби өзінің қайырлы қала тұрғындарының көзқарасы дейтін еңбегінде осы кемел мемлекеттің шығыста алғаш нұсқаларын жасап беріп кетті. Онда бірінші жаратушы болатын болса, одан кейін екінші сол мемлекеттің иесі, басшысы, адамдары бәрі бір-бірімен тек ізгілікті қарым-қатынаста болу керек дегенді, мемлекеттің ізгілікті мемлекет болу керек деген Әл-Фараби айтты. Одан кейін міне Баласағұниді алайық. Баласағұниде жаңағы жеке-жеке адамдардың барлығын қандай болу керек деп суреттеп отырғанда қарасаңыз, бәрі де кемел адамдар, мінсіз қарым-қатынастар. Осының бәрін жинап келген уақытта Баласағұни кемел мемлекет осылай болады. Әрбір адамы кемел болатын болса, одан кемел мемлекет туады дегенді айтады.